Сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермендер, мен Гүлназ Савитовна, гинеколог-дәрігер. Бүгін біз барлық әйелге таныс, бірақ жиі алаңдататын тақырып туралы сөйлесеміз. Етек кір кешігуі. Етек кір кешіксе, бірінші ой қандай? Жүктілік. Жүктілік ең жиі себеп, бірақ жалғыз себеп емес. Бүгін мен сізге етек кір кешігуінің 10 себебін айтамын, және қайсысы қашан дәрігерге баруды талап ететінін нақтылаймын. Мен бүгін сізге мынаны айтамын. Етек кір кешігуі қалай анықталады? 10 себеп, нақты, түсінікті тілде. Үйде не істеуге болады? Және қашан дәрігерге баруды кешіктіруге болмайды? Дайынсыз ба? Бастайық. Алдымен етек кір кешігуі дегеніміз не? Цикл орташа 28 күн болса, 1-2 күн ауытқу норма. 5 күннен астам кешіксе, бұл кешігу деп саналады. 7 күннен астам кешіксе, міндетті тексеру керек. 1 айдан астам болмаса, дереу дәрігерге. Бірінші себеп – жүктілік. Ең жиі себеп. Егер жыныстық өмір болған болса, алдымен жүктілік тестін жасаңыздар. Етек кір 5 күн кешіксе, тест дәл нәтиже береді. Таңертең бірінші несеппен жасаңыздар. Ең дәл нәтиже. 2 жолақ болса, гинекологқа. 1 жолақ болса, 10 күн өтіп тайта жасаңыздар. Кейде ерте жасалса, жүктілік болса да 1 жолақ шығады. Екінші себеп – стресс. Бұл жүктіліктен кейінгі ең жиі себеп. Стресс кезінде кортизол бөлінеді. Кортизол гипоталамустың жұмысын бұзады. Гипоталамус ЛГ мен ФЦГ гормондарын бөлуді тоқтатады. Овуляция болмайды. Етек кір кешігеді немесе болмайды. Имтихан алдында, жұмыс стрессы кезінде, қайғы қасіреттен кейін етек кір кешігуі норма. Стресс өтсе, цикл қалпына келеді. Бірақ стресс созылмалы болса, дәрігерге барыңыздар. Үшінші себеп – салмақтың кенеттен өзгеруі. Артық салмақ та, жеткіліксіз салмақ та етек кірді кешіктіреді. Артық салмақ кезінде май тіні артық эстроген бөледі. Гормональды тепе-теңдік бұзылады. Овуляция болмайды. Жеткіліксіз салмақ кезінде дене жүктілікке энергия жоқ деп шешеді. Репродуктивтік жүйені өшіреді. Етек кір тоқтайды. Кейде анорексия, булимия кезінде етек кір бірнеше айға тоқтайды. Бірде 1-2 ай ішінде 10%-дан астам салмақ өзгерсе, етек кір кешіктіруі мүмкін. Төртінші себеп – шамадан тыс спорт жүктемесі. Профессионал спортшыларда жиі кездеседі. Күн сайын 2-3 сағат қарқынды жаттығу дене қауіп режиміне кіреді. Репродуктивтік жүйені өшіреді. Етек кір тоқтайды. Медицинада атлетикалық аменорея деп аталады. Марафонға дайындалып жатқандарда, гимнасттарда, балеринде жиі. Жаттығу қарқынын азайтқанда цикл оралады. Бесінші себеп – СПКЯ, яғни поликистоз аналық без синдромы. Етек кір тұрақсыздығының ең жиі гинекологиялық себебі. СПКЯ кезінде аналық бездер тестостерон артық бөледі. Овуляция болмайды, немесе сирек болады. Етек кір кешігеді, кейде 1-2 айға. Кейде мүлдем тоқтайды. Қосымша белгілері артық тік өсуі, безеу, артық салмақ. Ультрадыбыспен гормон анализімен анықталады. Алтыншы себеп – тиреоид безінің мәселелері. Бұны аз адам біледі. Тиреоид гормоны репродуктивтік гормондармен тікелей байланысты. Гипотиреоз, тиреоид гормоны төмен болса, етек кір кешігеді, мол болады, кейде тоқтайды. Гипертиреоз, тиреоид гормоны жоғары болса, етек кір жиі болады, немесе кешігеді. Шаршағыштық, салмақ өзгеруі, суыққа немесе ыстыққа сезімталдық болса, тиреоид тексерту керек. Қарапайым қан анализі ТТГ анықтайды. Жетінші себеп – пролактин жоғары болуы, яғни гиперпролактинемия. Пролактин негізінен сүт бөлуді реттейтін гормон. Бірақ жүкті емес сүт бермейтін әйелде де жоғарылауы мүмкін. Стресстен, кейбір дәрілерден, гипофиз ісігінен. Пролактин жоғары болса, овуляцияны тоқтатады. Етек кір кешігеді немесе мүлдем тоқтайды. Кейде емшектен өздігінен сұйықтық бөлінеді. Бұл да белгі. Қан анализімен анықталады. Сегізінші себеп – гормональды контрацепцияны тоқтату. Таблетка ішіп тоқтатқаннан кейін цикл бірден қалпына келмейді. Кейде 1-3 ай кешігуі мүмкін. Бұл норма. Посткомпрессиялық аменорея деп аталады. Таблетка ішкен уақытта аналық бездер ұйықтап жатады. Тоқтатқанда бірте-бірте оянады. 6 айдан астам тоқтамаса гинекологқа. Тоғызыншы себеп – климаксқа дейінгі кезең,
яғни перименопауза. 40-45 жасқа жақындаған әйелдерде цикл тұрақсызданады. Бірде кешігеді, бірде ерте келеді. Бірде мол, бірде аз болады. Аналық бездер жұмысы біртіндеп баяулайды. Гормондар өзгереді. Бұл норма. Бірақ 35-40 жаста осы белгілер болса, ерте климакс мүмкіндігін жоққа шығару керек. Дәрігерге барыңыздар. 10-шы себеп – созылмалы аурулар мен дәрігер. Қант диабеті, инсулин резистенттілігі цикл бұзады. Бүйрек аурулары, гормон метаболизмін бұзады. Антидепрессанттар пролактинді арттыруы мүмкін. Антипсихотиктер овуляцияны тоқтатуы мүмкін. Кейбір асқазан дәрілері. Химиотерапия аналық бездерге тікелей зиян тигізеді. Жаңа дәрі ішіп бастаған болсаңыздар және етеккір кешіксе, дәрігерге айтыңыздар. Үйде не істеуге болады? Бірінші, жүктілік тестін жасаңыздар. Кешігу байқалса, бірінші іс. Екінші, соңғы 1-2 айда не өзгергенін ойланыңыздар. Стресс болды ма, салмақ өзгерді ме, жаңа дәрі бастадыңыз ба, шамадан тыс жаттықтыңыз ба? Себеп табылса, стресс кетсе, салмақ қалпына келсе, цикл өздігінен реттелуі мүмкін. Үшінші, цикліңізді жазып жүріңіздер. Қолданба немесе күнтізбе. Дәрігерге барғанда цикл тарихы өте маңызды. Қашан дәрігерге баруды кешіктіруге болмайды. Жүктілік тесті теріс, бірақ 7 күннен астам кешіксе, 1 айдан астам етеккір болмаса. Өмірде ешқашан тұрақты болмаса. 15-16 жаста бастамаса, жас қыздарда. Ауырсыну, температура, жағымсыз ағу болса. Емшектен сұйықтық бөлінсе. Климакс жасына жатпайтын болсаңыздар. Күрт тоқтаса. Осы жағдайларда 1 күнде кешіктірмеңіздер. Қорытынды айтайын. Етеккір кешігуінің 10 себебі. Жүктілік. Алдымен тест жасаңыздар. Стресс. Кортизол овуляцияны тоқтатады. Салмақ өзгеруі. Артықта, азда зиянды. Шамадан тыс спорт. Атлетикалық аменорея. СПКЯ. Ең жиі гинекологиялық себеп. Тиреоид мәселесі. ТТГ тексерту керек. Пролактин жоғары. Гиперпролактинемия. Контрацепция тоқтату. Посткомпрессиялық аменорея. Перименопауза. Жас пен белгілерге назар аударыңыздар. Созылмалы аурулар мен дәрілер. Бар болғаны 1-2 рет кешіксе, алаңдамаңыздар. Бірақ тұрақты кешігу болса, дәрігерге барыңыздар. Ерте анықталғас мәселе ерте шешіледі. Осы видео сізге пайдалы болса, лайк басып қойыңыздар. Каналға жазылыңыздар. Комментарийде жазыңыздар. Етеккір кешігуі туралы сұрақтарыңыз болса, жазыңыздар. Барлық комментарийлерді оқимын. Жақындарыңызға, достарыңызға осы видеоны жіберіңіздер. Етеккір кешігуі туралы білу дер кезінде дәрігерге баруға жол ашады. Келесі видеода қатты ауыратын етеккір туралы толықтай айтамын. Нормама, себептері мен шешімі. Сонда кездескенше, аман болыңыздар, денсаулықтарыңыз мол болсын. Мен Гүлназ Сабитовна, қайта кездескенше.